бәленбай миллионға салынды да мысалы. 22 миллион қаранда бауырлар іш күйдіреді да мысалы. Қаншама халық жүр мұнда. Көп балалы аналар жүр да, неге соларға мынаның жартысына неге төлемейді деймін да мысалы. Қазір дейтін сауапты амалмен жасатын амал да қазір. Алла Тағала айтып жатыр да, бір-бірімен дейді да, жақсылықта жарысыңдар деп жатыр да мысалы. Құранға амал етейік кішкене. Мынау мысалы керек емес мынау дейтін. Қаншама мысалы қазір өткенде бір уақытында болатын біздің. Сол имам айтады да, қазір сондай адамдар шығып жатыр дейді да, жетімдердің ақшасын шетінен жеп жатыр дейді да. Алла Тағала айтып жатыр да, Аллаху Тағала Құранда айтады да, жетімдердің есін жемейіндер дейді да, ақшаларын. Олар қашан сегізге толады, кетеді ғой, ұстап болды бер жіберіңдер дейді да, дүниелері. Мысалы, олар күлетін нәрсе емес, күледі. Қолдайсыздар ма, бір шабыт бер жібермес, шабыт деңіз. Осы мен айтатында сосын ана теңгезге жаңа ақшамен алып жатыр да, теңгезге мысалы үшінде өткен оқыған теңгезге жақында мен жұмыс істеп жүрмін, теңгезге жаңа комментар жазып кеткен бір мына жігіттер танитындар мысалы 300 мысалы жұмыс жоқ, не жоқ та мысалы. Қозғайтын мәселе жігіттер, мен жаңадан бері қарап отырмын, ешкім ол туралы айтып жатқан жоқ. Қарап отырмын, бәрі ақшамен алып отыр, субханалла. Әділдік қайда? Әділдік айтыңдаршы. Мына шыршаның не керегі бар мысалы? Алхамдулилlah, қазір көз ашық халықпыз, көз ашық халықпыз қазір, иә бауырлар. Алла бүкіл адам тоқта, Аллах болсын да тек қана Алла лайықты. Такбир! Осы жігітте құттар ғибрат аларсың, иншалла. Алла бәріңізге салихалы амал. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alға Қазақстан жігіттер, тек намыс қолдан бермейік. Жамағаттар, қаншама адамдар сұрап, қаншама қиындықтардан өтті. Сол бұрын таныстырып кетсем, Атырау қаласын тумасымын. Қаншама қиындықты көрдім, айтсам жетімді қазақта сылатпаған, ешкімді қорламаған. Өзім таныстырып кетсем, атым Денис, руым қазақ, соған. Сол енді істеген намысты қолдан бермейік жігіттер, тек қана алға. Жер көдесіне шықты, жер сатылмас деп шықты. Бұл күшті 5 жыл отырып келді. Бәріңіз білесіздер оны. Оған қарамасынан Максимамыз қалып осы жерде басшы болып жатыр енді. Басшымыз осы Макске бағынайық. Осы кісінің айтқандай болсын бәрінде. Дұрыс па жігіттер? Макс сөзі сол. Макс аға, сізге сенеміз. Микрофон сізде. Сізге айтасыз, соған бөлеміз. Рахмет. Бұл жерде жаңа 15 минут бұрын, 20 минут бұрын айтқан әңгіме мүмкін естімей қалған шығар. Мәлітте 10 мыңға жуық адам жиналмағанша ешкім кетпейді. Кім мына жерден кетеміз деп айтады, сол жаңағы 10 мыңға жетмейтін санға жетмесе, кім кетеді деп айтады, сол провокатор деп санаймыз. Солай келістік. Мына жерден, кім мына жерден кетейік деп айтады, 10 мың адам жиналмағанша, сол провокатор деп айтуға келістік. Сондықтан, мына жерде тұрамыз, бұйырса, ертең тағы да атыраулықтар, облысының тұрғындары қосылады. Осы жерде тұрамыз, осы жерде кетуге болмайды. Біздің талаптарымыз орындалмайды. Осы жерден кететін болса, адамымыз айтылса, билік
тағы айтып кетейін, маған мен енді 15 рет қайталадым, енді 16 рет қайталайын. Біздің талабымыз биліктің ауысуы. Биліктің ауысуы. Билікті өзіміз сайлап аламыз. Бізге билікті сайлау арқылы ауыстыру керек. Өзіміз президент сайлаймыз, өзіміз сенетін қала әкімін сайлаймыз, өзіміз сенетін халықты ойлайтын облыс әкімін сайлаймыз, депутаттарды сайлаймыз, министрлерді сайлаймыз. Сол ең үлкен талап сол үлкен талапқа жеткенше, үлкен мақсатқа жеткенше ортада кішігірім мақсаттар бар. Ол азық-түлік бағалары түссін, газ, дизель, бензиннің бағалары түссін. Оған қоса бізде айтып жатыр, жаңағы жалғыз басты көп балалы әйелдер бар. Соларға көмек болсын үкімет жағынан. Жаңағы бауырым айтып отырғандай, мына шыршаны айтып жатыр мысалы. Ал мен мысалы мына Абай атамызға салынған мүсінді айтайын. Абай атамыз біздің рухани көсеміміз, оған мен ешқандай күмәнім жоқ. Бірақ Абай ата қазір тірі болса ол айтатын еді, қазақтар ақымақ екенсіңдер, $300,000 мүсін салып ақымақ екенсіңдер. Оданша сол ақшаны сол мына жетім-жесірлерге таратып бердіңдер, соған өл жеткен жоқ па деп айтатын еді. Қасқа қазақ. Сондықтан ақша елімізде Құдайға шүкір, мұнай бар, газ бар. Жаңағы айтып отырған Менделеев кестесінің бүкіл 99% біздің жер қойнауымызда бар. Сондықтан ақша бар, ақшаны жеп жатыр, шашып жатыр бостан-босқа. Істегеннің аузында, ұстағанның қолында дегендей. Біздер сол байлықтан қысқы көріп отырған жоқпыз. Себебі қазіргі билік, Назарбаев, Тоқаев басқарған билік сол халықты ойламайды. Халықты ойлайтын билік керек бізге. Ол билікті біздер өзіміз сайлап аламыз. Сол билікті ауыстырып, өзімізді халықты ойлайтын билікті сайласақ, жайлап жағдайды түзетеміз. Ала бұйырса, жайлап жағдайды түзетеміз. Бағаларды түсіреміз, жетім-жесірлерге де көмектесеміз. Жер мәселесі, су мәселесі, бәрі де Алла бұйырса түзетіледі. Сондықтан қалай ол үшін біздер мына жерге кетпеу керекпіз. Жаза беріңдер. Өздерің туған туысқандардан, аудандардан бәрі мұнда келу керек. Осы қаланың қабырғасындағы Исатай Махамбет деген алаңды бәрі жинау керек біздер халықты. Бір жұдырық болып жұмылу керек біз осы жерде. Ал егер біреуміз мұнда барайық десек, онда қиын болады. Енді Амин, рахмет. Әкімдеріміз келмеді. Сол қайтып көрсетті. Дос Мұхамбетов, Оразбаев деген әкімдер көрсетті. Халықтың бесін. Жаңа айтып кеттік. Ой бауырым, мына жерден кетем деген адам провокатор. Сол келістік. Мына жерде 10,000 адам жиналмағанша. Жоқ, мен жаңа айтып отырмын. Мына жерде қозғалмаймыз. Енді қалай осы жерде до конца тұрамыз. 10,000 адамға жуық жиналсын, сосын аржағы кішкені оңай болады, жеңілдеу болады. Енді қазір 5-6 сағаттан кейін таң атады. 5-6 сағаттан кейін таң атады. Бұнда тағы да жұрт жиналады. Ақылдасамыз. Келеді, кетпегенде қайда кетеді. Мына жерде ойлап отыр. 4-5 сағаттан қайда кетеді, келмегенде. Сондықтан әзірше сабырды жинаңыз жігіттер. Ағайындар сабырлы болайық. Мына жерде ешқайда кетпейміз. Бұл жерде бір жұмылып болып, жұмылып тұрайық бұл жерде. Қалай? Ал енді айтатын сөздерім болса, айтпақшы, енді онда бүгін келгелі айттым, алаңдағы келгелі айттым. Қазақстанда әр қазаққа орын жетеді. Қытайда қандастарымызды қазір қинап жатыр. Қытайлар қинап жатыр, естіп жатқан шығарсыңдар. Консул әрекет тығып,
қинап жатыр, азаптап жатыр. Қазақтар Қытайдан тіпті шыға алмай жатыр. Талаптардың біреуі қазақтарды жинап Қазақстанда орын бәріне жетеді. Және сол Қытайдағы қандастарымыздан басқа қанша Назарбаевтың қудалауына ұшырап, қанша қазақ қазір шетелде жүр. 1997 жылы Әкежан Қажыгелдин дегенді елден шығарып жіберді. Одан кейін Серік Медетбеков деген бір бизнесмен шығарып жіберді, шетелде жүр. Одан кейін Айдос Садықов, Ермек Нарымбаев деген жігіттер жүр. Осы жақында бәріміз білеміз. Қуат Ахмет деген қазақ тілінің жанашыры. Сол мына қазақ тілі Қазақстанда ресми болсын, қазақ тілі шектелмесін деген үшін қылмыстық іс қозғап жіберді. Ол да елден кетуге мәжбүрлі болды. Сондықтан мына одан да басқа бар Абылязов Мұхтар, Берке Рыскалиев жерлесіміз. Солардың бәрі елді. Сол атап өткен адамдар, атамаған адамдар, қанша қазақтар қазір репрессияға ұшырап шетелде жүр. Елге келсін, біздер соларға кепіл боламыз, оларға қудаламайды. Егер мен енді сөздің шыны керек, осылай да осы жерден айтып кетейін. Егер олардың халықтың алдында кінәсі болса, халықтың алдында келсін, осы жерге Бергей Атыраудың адамы ғой, осы жерге тұрады, алаңның ортасына тұрады, осы жерде келіңдер. қалай болған халықтың алдына жауап береді. Жатпаңдар, шығыңдар үйден. Назарбаевтың сотына ондай кісілерді беруге болмайды. Жаңағы атап өткен Әкежан Қажыгелдин, Серік Медетбеков, Ботагөз Иса деген бір жас бір адам, олда да қазір қудалауға ұшырап, Ардақ Ашым деген жас адам, олда да әйел адам, Айдос Садықов Киевте тұрып жатыр, Ермек Нарымбаев Киевте тұрып жатыр, Абылязов Козлов Владимир, олда да Қазақстанның азаматы, қазақтарға жаны ашиды. Солардың бәрі келсін, егер кінәсі болса, халықтың алдында жауабын береді. Оларды бірақ Назарбаевтың сотына беруге болмайды. Түрмеге түссе, оларды өлтіртсейді. Олар себебі Назарбаевтың қас жауы. Сондықтан оларды түрмеге Назарбаев түрмесіне жіберсе, ол жерде оларды Алтын Атабек сияқты, Арон Алтынбек деген біздер рухани көсеміміз. Осы біреу беріш екен, Есенғұл беріш. Осы алаңға 8 адам келді қолдауға. Сонда 17 шілдеде шығаруға болады деп осындай бірден 16 кетті. 16 минут кетті. 3 ай бұрын түрмеден шығаруға дедік. Қазір Аронның досы, Аронмен бірге сотталған Құрманғазы Өтегенов деген жігіт Қостанайдың заңысында отыр. 15 жылдан асып кетті түрмеде отырғанына. Оны да айтып кетейін. Сол талаптарымыздың, кішігірім мақсаттарымыздың, талаптарымыздың біреуі сол мына түрмеде отырған саяси тұтқындарды босатсын деп талап етейік. Бостандық! 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 Қарындас келіп, Атыраудың экологиясы туралы бір-екі сөз айтқым келеді дейді. Жоқ, сіз айтыңыз. Ағылған азаматтар бар ғой, ешқайда бір ақылшы болып бар ғой, андай айтпай, бірақ та айтқым келгені бар ғой. Алдымызда болашағымыз ойлап отырмыз ба? Болашағымыз ішіне
аштырсын, бізге су жіберсін. Мына жайығымыз дым жоқ болып жатыр бар ғой. Сонда қосайық бар емес пе? Көтердік қой, бүкіл проблемамызды айтып алайық. Шын ғой. Ертең су болмаса бар емес пе? Біз не ішеміз, не істейміз? Айтады ғой бүйтіп бар ғой, ойбой, ане батыс дейді ғой бізде бар ғой, иә? Ойбой, оларда қызыл да бар, суда бар, мұнай да бар, газ да бар деп бар ғой. Дым жоқ қой, газ да айырды, міне. Бензин жоқ, қызыл балық жоқ. Бір-бірімізге өтіндеп бар ғой, қазір қазанның өзі қызыл балықтың бірдей болды ғой, бағасы бар емес пе? Сондықтан бар емес пе? Біздің жайығымызға су керек. Оны да аштырсын, үкімет оны да қарасын бар ғой. Бізге келіп бар емес пе, иә? Бізге мына жақтан келеді де, ана астында апарып бірдеңе салдырып алады, кетіп бар емес пе? Ойбой! Бірақ бізге дым істеп жатқан жоқ қой. Сондықтан суымызды аштырсын, бізге су берсін. Ертең мына жайығымыз тартылып жатыр, дымсыз қаламыз. Сондықтан болашағымыз олай. Ер азаматтар бір жолын олайды, әйел адамдар бір ай олайды дейді ғой. Мен сіздер алдарына ашып жатқан ештеңем жоқ. Бірақ мен болашақ үкім үшін айтып жатқан арманым. Болмасаңдар өздерің білесіздер азаматтар. Болашағым үшін. Ассалаумағалейкум, атырау халқы. Мына Исақтай Махамбет ескертіп жүр. Біздің батырлар, осы батырлардың қаны біздің бойымызда бар. Мына жерде жігіттер аяғы сынып кеткенге, суытып кеткенге үйге барамыз дейді. До конца жігіттер аяғын түсіп кетеді. Осы аталарымыз Исақтай Махамбет қан төкті. Соғысты біздер үшін, осы жеріміз үшін, еліміз үшін, қасқаны қалғанша соғысты. Біздер осы жерде тұрып, шамалы уақыт мына әкімшілікті шақыра алмасақ, азғантай уақыт тұрып, біз несіне онда батыр болып жүр? Намысымыз қайда біздер? Намыстарымызды қажап қояйын, жігіттер! Намыс керек! Жігіттер, намыс қоярына қамыз өлтіретті! Намысты жібермейік! Макс ағамыздың айтқанын тыңдайық. Бұл кісі митингтің жолдарын біледі, не келсең. Бір ауыздан Макс ағамыз айтқанын тыңдайық. Провокатор керек емес, халықты бөліп, олың қалып жиналсын, сосын Макс аға уәде берді, әкімшілікке барамыз деп. Біздер соны істемей, кетпейміз мына жерден. Атырау халқы жасасын, болашақ Қазақстан, бәріміз мемлекеттер үлгі болатын халықпыз. Біздер батыр халықпыз, ақылды халықпыз, намысты халықпыз. Жібермейміз өзіміздікі. Рахмет бауырым, рахмет. Ассалаумағалейкум, жеңістер. Біздің таңдашын тұрмызға бір серпіліс болсын, экология мәселесін қозғады ғой. Анапыс сияқты, Қарабатан сияқты зауыттар Европа елдерінде де бар. Біз айтпаймыз, что ол Анапысты жабсын, Қарабатанда заводты жабсын. Біздің ауамыз өте лас. Элементарно сол заводқа просто фильтр қою керек. Ол бірін үлкен ақша. Ол ақшаны үкіметтің жасауына мүмкіндігі бар, жасамай отыр. Оның өзде бір үлкен айтпақсыз енді біз атыраудан ешкім даны өтпейді. Ақша тапқанымыз жұмыс жасауымыз керек, егер біздің ауа райымыз өте лас болса. Келсін, қалайық. Мұнда 18 жыл болды. Қоғамдық. Уағалейкумассалам. Ақпарат тарап жатыр дейді. Биліктің КНБ-ның жасап жатырған көтеркі әрекеттері Атырауда митинг тарап жатыр деген. Жаза беріңдер. Тікелей эфирге шығара беріңдер. Біздер тарамаймыз. Шығарып отыр. Талаптарымыз орындалмағанша тұрамыз. 33 ай тұрамыз мына жерде. Таратыңдаршы. Қалай өтініш. Қолдарыңда телефондарың бар. SMS жазыңдар. WhatsApp-пен жіберіңдер. Facebook-пен жіберіңдер. Жұрт бұда келсін. Бүкіл атырауымыздан жұрт келсін. Жазыңдаршы. Құдай үшін жазыңдаршы. Себебі қазір халықты алдап, мұнда қазір халық жиналмай қалуы мүмкін. Жазыңдар. Қалай жазыңдар. Енді халықта сөйлеген жігіт. Ассалаумағалейкум, қалайық, бәрінде мәселе бар, бәрінде проблема, бәрінің көкейінде жүрген сұрақ. Осы жерде айтып жатыр ғой, мен қозғағым келіп тұрмын, гәл шүкірмен Атыраудың екі ортасында жолда қаншама жылдан бері қаншама адамдар өмірі кетіп жатыр. Соны ақшаны бөлді, қаншама миллиард ақша
тұрған миллиардтаған ақша сол жолға бөлді. Бірақ қайда? Нәтиже қайда? Нәтиже жоқ вообще. Жеп қойды ақшаны. Сол ответственный тек әкім емес мына жаққа. Сондай адамдарда келу керек. Солардың келген талап етуіміз керек біздер. Сұрауымыз керек. Әр нәрсенің сұрауы бар ғой негізінде. Судың да сұрауы бар. Сұрауымыз керек. Сол қайда вообще? Қашан істелетін жол вообще? Адамдардың қаншама өмір кетіп жатыр ол жерде дейді. Сондай басты мәселелерді қозғайық. Әкім келсін. Талап етейік келсін. Сол айтарым. Ассалаумағалейкум, атырау халқы. Мен өзім Орал қаласынан боламын. Жалпы жаңадан айтып жатсыздар, 10 мыңға дейін жиналайық деп. Оралда мысалға 3 мың адаммен акиматтың алдында тұр уже. 10 мыңға дейін жинала алмаймыз. Көшемен шығайық, жинап қайтайық. Жаңа бір жинап қайттығы. Жинап қайту керек. Жарайды, бағадан бері көп әңгіме айтып жатыр, құрметті отандастар, ауылдастар, атыраулық азаматтар мен азаматшалар жаңа жерде қаршадай қарындас келіп айтқанда жаңа Атырау. қанша уақыт шыдады, қаншама уақыт өтіріктің барлығын естіп жатырмыз. Анау болады, мынау болады, 2020, 2030 дейді, 50-ке кіріп, 30-қа кіріп, әлі келе жатырмыз. Ал ендігі мына біздің талабымыз да, мына каждый завод бар, неше түрлі хромтау бар, теңгиз бар, теңгеше ұрып, АНПЗ бар, неше түрлі мына айтқандай алтын бар, қазақмыз бар. Содан қай мекемеден болсын, қай ресурстан болсын, каждый қазаққа, каждый қазақпын деп жүрегі соғатын азаматтарда, каждыйына, счетына, каждый қазақстандыққа ақша ежемесячно аударып тұрсын. Себебі бізде осыны экологияда қаншама зардап шегіп жатырмыз да. Бағана айтып жатыр, ата-бабаларымыз осыншама қорғады, өйтті бүйтті деп жатырмыз. Біз осы жерде тұрып жатырмыз. Біздің жаңағы билік басындағыдай немесе үлкен басшылардағыдай шетелдерде ешқандай үйлеріміз жоқ. Біздер осы жерде тұрамыз. Осы ұлтты жолдаған біздер. Атырау. Атырау. Шынында жатқандай. Рұқсат болса жаңа жалғастырып жай қойып. Мына жерде енді мана айтқандай біздер өзіміз көп халық емеспіз. Бірақ Қазақстан халқы айналдырған 18,9 миллион адамбыз. Бірақ жылдан жылға Құдайға шүкір өсіп бәріміз. Бірақ ертең күнде болашақ бала-шағамыздың өзіне бетіне қалай қараймыз? Ертең күнде үндемей осылай жүре берсек әр уақытта. Енді шыдаймыз, шыдамында шегі бар. Құрметті ақсақалдар, уақыттар өтті, жарар сендерге болды уже. Все, тойдыңдар, біздерде тойдырдыңдар уәделермен. Енді жасайтын уақыт келді уже. Ал құрметті қалай, мына жерде бардак шығармайық, бірақ та өзіміздің талабымызды айтып жатырмыз. Мына жерде бардак шығарып, айқай шу төсекқа ешкім жоқ. Бірақ та дегенмен мына айтқан сөзімізді орындатуға міндеттіміз. Максим мырза, енді көп рахмет сізге, Алла разы болсын. Мына жерде осы жерде басқарып сізге сеніп отырмыз. Сондықтан қалай бүткіл барлығымызға сеніп отырмыз. Әрқашан жалғызым деп бәрі келіп отырсыздар мына жерде. Және де қазақпын деп жүрген соған орыс болсын, басқа ұлт болсын, қай-қайсы болса да осыларға келіп жатқан. Бәріміздің Алла разы болсын. Бірақ та дей тұрғанмен бағанағы айтқандай, Қазақстанның қай заводы болсын, қай басқа да түсетін ресурсы болсын, жердің астындағы үстіндегі әрқайсысынан Қазақстан азаматына дивиденді түсіп тұрсын. 16 миллион, 18 миллион халыққа ол дымда емес. Каждыйына $100 кем дегенде, жоқ дегенде $10 төлеп тұрсын. Ай сайын, өйткені разылы емес. Атырау. Сол талап бұл деген просто айтылған сөз емес.
атырауға бәріңізге де осы күйіп жатқаныңызға мен деген бір айтайын деген, мен өзім Оралданмын, осы Атырауда жұмыс жасаймын, бірақ біздің үйлесім бар. Ол айтады дейді, бізде 18 миллион деп айта береді. Біздер 18 миллион емес, бізде деген көп қазақ шыға береді. Давай бәріміз осы қолдайық, бәрі нормально болады. Сол айтады. Давай, Казахстан алға, Атырау алға, Ақтау алға. Сегодня мы точку поставим над этим. Мы не будем 3 дня, 33 дня стоять. До утра пусть придет Аким. Мы не будем. Почему? Мы пойдем его из дома вытащим. Пусть сюда придет, мы свои желания. Здесь мы скажем, что мы хотим, свои требования. Требуем свои требования, чтобы наше государство. Где наше государство? Где наша глава? Где наш Аким? Где наш городел? Где наш... Бауырым, об этом уже сказали. Сейчас придет день новый, придет. Таң атады. Әңгіме сөз келеді. Әңгіме болды, арқын Исатай даңғылы жауып істеп деген әңгіме болды. Бірақ Исатай даңғылы болсы да жабық екен. Сатпай жабық тұрған екен. Оны жапқаннан пайда жоқ екен. Сондықтан қалайық осындай пікірге келдік. Мына жерде тұрамыз. Мына жерге қазір ертең тағы да күндіз халық қосылады. Халық қосылады келеді. Аудандардан келеді. Атырауда тұрып жатқандар келеді. Сосын бұйырса тағы басып шешеміз. Әкім келеді. Қайда кетеді? Келеді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен қазақ. Атырауда өстім, танымаған жер Атырау. Исатай ата, Махамбет атаның алдында отырасың. Бәріміз жиналып тұрған себебіміз бір себеп. Біз ештеңе сұрамаймыз. Қазақтар тойымды қалып қой. Бәріне тояр, бәріне шыдар. Но шыдамында шегі бар. Но қазақтар бір ауыздан қазақ деген бесар, адам деген тоқтар. Ата-бабаның алдында тұрып бәріміз жиналып, Махамбет ата, Исатай ата. Найзаның үшіме, білектің үшіме, осы кең байтақ Қазақстанды бізге алып берген ата-бабаның алдында басейін бәрі. Ассалаумағалейкум, Қазақстанның бір мен қазақпын деген әмбебабын қосып қойыңдар. Бар ма? Қойыңдар, қосып қойыңдар. Бәкіс ағамызды бір басшы мың қосшыға бір басшы деп Бәкіс ағамызды қолдай, қиыншылықта ұдай алмай қалдық. Алтында бір азғандай қиыншылықта болып кет. Бәкіс ағамызды бір ауыздан қолдай. Қолдай! Бәкіс ағамыз қиыншылықта болып келген адам. Қазақ үшін болып келді, ол өз үшін болып келген жоқ. Өзінің кінә-қатесін үлкен кісіден сұрайды ол кісі кешірімді. Но қазақтан кешірім сұраймайды. Қазақ, қолдайық Бәкіс ағамызды. Ассалаумағалейкум. Кетіп жатыр деген әңгіме бар. Кетпеңіздер тұрайық. Мына жерде бірлігімізді көрсетейік. Айтылмайды. Мен айтылмады. Биліктің күтіп отырғаны осы. Халық қарап кеткенін күтіп отыр. Қарамайық. Ертең таңертең мұнда тағы да қасымызға қосылады. Аудандардан келеді. Кішкене көмек болады. Тем болады бізге. Демеу болады. Сондықтан қарамаңдар. Таң атқанша осы жерде болайық. Қарамаңдар. Қалайық. Жаңа айтқандай, мына балаттылерге барып демалып алып, демалып алыңдар. Қалайық. Енді егер мына жерде қазір айтам деген сөз болса, сөз сөйлейтіндер бар ма? Қалайық, қазір қалайық? Тұрмысын азайтыңдар. Қазақстан, Атырау. Қалайық,
осындай бір хабар келді. Мына Атырауда кейбір Атыраудың шетіндегі микрорайондарда свет өшіп жатыр дейді, свет өшіп жатыр. Мына біздің қазір мына жерден жіберіп отырған тікелей эфирімізді көрмей жатыр дейді. Сол кісілерге, сол тума туысқандарға SMS енді әзірше WhatsApp бар шығар, WhatsApp арқылы жаза беріңдер. Әлі алаңда тұрыңыз, мұнда келіп қасымызға қосылсын. Қалай есін тоздырған адамның біреу мені заңсыз жұмыстан шығарып жіберді. Соңы әкімнің жылдық есеп беруінде айтқанымда мені уәдесін беріп артынан алдырып кетті. Жыл жарым, 2 жыл тоздырмаған есім қалмады. 4 баламның атын айырды. Оқып жатқан оқу орным сол оқудан шығарып жіберді. Мына облыстың қай орган әкімнің басшыларының ешқайсысына сенім жоқ ағайын. Сондықтан ауыз бірлік бір жерден болып халқымыз діттеген мақсатымызға жетуіміз керек. Тамағымызды орындатуымыз керек қарайды. Тарамаңыздар ағайын. Bir болайық. Әрқашан бірлігіміз мықты болсын ағайын. Рахмет бауыр. Айта беріңдер. Видео жері бар. Алматыда атыс қайтып жиналып қалыңдар. Шығыңдар ағайын. Шығыңдар мына жерде қазір тәртіп керек. Қалайық. Біріншіден қазір мен бір 5 минутке бір үзіліс сұрайын. Алматыдағы әріптестеріме телефон соғып не болып отырғанын өзім біліп алайын. Ол бірінші маған 5 минут үзіліс көріп. Екіншіден айтатыным үлкен құлау деген провокация жолында биліктің өзі жасап жүрген провокациядан шығып сондықтан қорықпаңдар. Мен халыққа оқ атады деп ойламаймын. Атырауда оқ атады деп ойламаймын. Сондықтан қалайық қорықпаңдар. Биліктің провокациясына берілмеңдер, биліктің қорқытқанына сенбеңдер. Қазір маған 5 минут бір уақыт, 5 минут уақыт үзіліс керек. Мына айтып отырмын жігіттер, жігіттер, мына жерден кішкене шегініңдерші, арттан көрінбей тұрсыңдар. Жігіттер, айтымды бол, менің көрген жоқсың ба? Айтып отырмын кішкене шегініңдер. Мына жерде ашыңдар, ортаны ашыңдар. Жігіттер, ортаны ашыңдар ортаны. Жоқ, қатып болған жоқ еді. Ортаны ашыңдар. Атырау. Енді, мына жерде маған қазір арамызда бір асабалар келеді жаңа. Халықтың кішкене рухын қайрап жіберетіндей бір айтып жіберетін сөздер болса маған 5 минут үзіліс кетіп қалды. Ал онда мына жерден Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен өзім Алматыдан боламын. Қазір бауырларыммен хабарластым, жолдан келе жатқан кезде. Мана видеоны көрсетіп отыр. Атыс болып жатыр деп, жаңа телефонмен сөйлескенде де сондай хабар келді жігіттер. Мен айтайын дегенім, үкіметке айтқым келіп тұр, үкімет билікке. Біздің мына қазақ халқын бір-біріне айдап салдырмаңыздар. Қазақ бауырлар, провокацияға, алаңда тұшылыққа ермеңіздер. Бізге оқ ату, қан шығару бізге керек емес. Сондықтан да біз мына жерге жиналғаннан кейін бейбіт шерумен өз талаптарымызды қояйық жігіттер. Үкіметке айтамын, біздің арамызға қазақ бауырларды бір-біріне айдап салмаңыздар.
естіп жатыр. Теңгез жайлы айта кетіп тұр, өз қолда жұмыс жасағандықтан. Бүгін білесіздер, интернетте Теңгезді Бәленбаевың адам жұмысқа шықты, алаңға шықты. Жігіттер, Теңгезден бізде қазір көріп жатқаны бауырларымыз болса, ол жерде шыққанда да байқаңыздар, біз сіздер үшін осында қалада ортада тұрмыз. Таңға дейін керек болса таңға дейін тұрамыз. Бірақ анда шыққанда абай болыңыздар, ол жерде газ бар. Өзіміздің өмірімізге қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан жігіттер, Теңгезде жұмыс жасап жатқандар, еге аман есен қайтыңыздар. Сол жақта қауіп қатерге мән беріңіздер. Біз сіздер үшін осы ортада тұрмыз. Сіздердің талаптарыңыз бәріміздің талаптарымыз. Үкіметке айтатынымыз, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, бізді бір-бірімізді айдап салмауымызға өз үлесіңізді қосыңыз. Сол айтайын деп, қазақ бауырлар бір-бірін қандар төкпес. Рахмет. Нет, это отров. Бізде қирату деген жоқ. Бізде деген адамның қанын төгу деген жоқ. Сондықтан бізді көріп отқан билік басшыларын сол дұрыс жағынан түсініңіздер. Бізге қан керек емес. Бізге өзіміздің қазақ халқының тиесілі байлықтарын өзімізге, қазақ халқымызға үлесін қосу. Сондықтан жігіттер, бізге тағы да айта кетейік, арандатушы болмасын, провокаторлар болмасын. Қазақтар бірге болсын бәрі. Бауырлар, тағы біздің бір азғантай мақал бар ата-бабадан қалған. Көп түкірсе көл ұғады деп. Көл ұғыламыз деп өзімізді қателікке бастырмайық. Қате жолға салмайық. Үкіметке түсіндіріп сенімізді жеткізе алмаса, ауыз біршек болсын. Бақыс ағамыздың бір азғантай бір ұйымдастырып отқан осы көпшілік жиналса, бәріміз жеңеміз, бір ауыздан болса. Бәріміз жеңеміз. Түске салмай, қан төгілмесін. Ата-баба қан төкті ғой, қан төкті. Қанша қан төкті. Кейін байтақ Қазақстанды бізге алып берді. Осы кейін байтақ Қазақстанды біз қан төкпей, көпшілікпен азғантай үлкен жақта отырған дұрыс түсінігі бар адамдар болса, олар бізге азғантай дұрыс шешім қабылдар деген. Рахмет, Қырғызстан. Қазақтар, точ адамдар болсын, арасында болсын деп тұр, болсын. Осыдан көпшіліктің арқасында дұрыс адамдардың бір азғантай программа сана сезімі оянсын деп тұр. Бар, иледен бар, теолдайға дейін бері. Солардың программасында кішкене шүкір қазақта кейін байтақ кеудесіпкен қазақ. Ата-бабамыз қазақ деген бесарпен бүткіл дүниежүзін ойындатқан қазақ екен. Бізде той садақада жиналыс емес, біз жаңа жылы жиналамыз осылай. Жол жауып, жаяу кетіп жиналамыз. Ол бір жиналыс болады. Бірақ мына біздің жиналып отқан себебімізді үстіңгі жақта отқан адамдардың түсінігіндегі азғантай бір қазақ деген қаны болса бойында ойланып қарасын, қинамасын, қазақты бір-бірлеп ұстамасын. Бақыс ағамызды ұстады, отырғызды 5 жыл. 5 жыл, қорықпай қазақ, 5 жыл. Каждый қазақ отырайық 5 жылдан. Жеткізбек ал. 5 жылдан отырайық, жиналайық, бақыс ағамызды. Бағада жеткізбек. Бір ауыздан болса, бізді ешкім алынмайды. Апатсанда миллион шамал болды. Бақыс ағамыздың отырып шығып, қанша қиналыс көріп шықса да, қазақтың басын біріктіріп осылай отырған. Мың қосшыға бір басшы. Бақыс ағамыздың жолында жүрген азамат қазақтар. Бауырлар, інілер, қарындастар, ағалар, апалар. Кішкентай сәбилерді қосып, сәбилердің болашағын білмейміз, не болады. Қазақ не болатынын әлі білмейміз. Бір ауыздан болайық, қазақтар, бір ауыздан. Бізді естісін, қазақтар алға! Нұрсұлтан кетсін деп. Телефонның ар жағында көріп отқан біздің қазақ бауырлар, намыстарыңды оятыңдар. Давай, жини. Қазақ халқы осы жаққа жиналып отыр. Үйде отыра бермеңдер өйтіп, бәрің жиналыңдар. Ешкі кетпеңдер жігіттер. Күтейік осы жақта, таңға дейін күтейік, көреміз. Таңға дейін жігіттер. Намыс, қазақтың намысы білмеймін, жалым ашып тұратын да кәдімгідей. До конца жүремін, до конца.
өмір сүрмейік. Біздің келешек болашағымызды ұрпағын ойлайық. Телефон аржағында көріп жатқан жігіттер, қазақтың батырлары, шықыңдар, осындай кезде шығатын кездері сіздердің. Ояныңдар! Қырғызстан, рахмет Қырғызстан, бауырлар. Өзбекстан, бәріңе рахмет. Қарындас, мына жер дискотека емес, мына жер билет кетіп тұрады. Қарындас. Азербайджан, спасибо. Қалай, мына жерде Давай, Басбек, жүктер, қыздар. Бауыр, мен көрген жоқсың ба? Ерте фотомды саған жіберем. WhatsApp-пен. Жақындама. Ашындар. Бека, Сауыш, Бека, души. Қалай, мына жерде қайтып біреу жолға шығайық деп айтады деймін. Біздер, Сауыш, родной. жігіттер, біздер келістік. Мына жерде қозғалмаймыз. Болды. Жоқ. Бауырым, жоқ, тоқташ. Бауырым, тыңдаш. Бауырым, мен тыңдаш. Бауырым. Ой, бауырым. Уалейкумассалям. Атырауда. Я қолымға тұлап, 12-15% зәт көрдім. Атырауда, Исатай Аязға бізде. алаңында жұрт жинап тұрған Бека, рахмет, Бека. білмейтіні. Шамауға жігітті жеткізбек. Жаңа айтыпты, ол, мына жерден кетпейміз, жігіттер, мына жерден кетпейміз. Жоқ, алаңды ашындар, жігіттер, алаңды ашындар, қараңдар, алаңды ашындар. Болды, мына жерге енді, қалай, енді өкінішті, бауырып кет, мына жерге, ашындар. Өте өкінішті, халық кетіп атыр дейді, ол өте өкінішті. Бірақ, оны артынан барып, жалынып, айналайын кетпеш, айналайын тұра тұршы дейтін адам жоқ мына жерде. Кетем десе. Енді қайтесің. Уалейкумассалям. Кетем десе кетеді. Атырау. Бірақ, мына жерден айналайындар. Біздің тіпті ертең меселерге, Владимир, меселерге гарантия беріп, мына жерден 200-300 адам қалып тұрса, олар білет, сосын айтады. Давай, жиге апаспек, жүктер. Дастар жоқ дейді, 120 өрісін дейді. Мені гарантия беріп. Теңізде жоқ. Мына жерге тарап кетсе, енді көрдің ба бауырым, сен әлі тыңдамайды. Мына жерде айттым ғой, мен саған айттым ғой, алаңға шығып, әлі тыңдамай тұрсын, содан кейін қандай тәртіп болады одан кейін. Шамал процент қалып. Мен мына жаңа 5 минут үзіліс сұрадым. Телефон соқтым. Ақтаудан сәлем айтып жатыр. Алаңда әлі тұрмыз дейді. Алматыда, тыңдаңдар. Алматыда атыс болып жатыр деген өтірік сияқты дейді. Алматының тұрғыны менің жақсы танысым. Алматыда атыс болып жатыр деген нәрсе шындыққа жанаспайтын сияқты. Сондықтан жігіттер басықтан давай. Міне, мына полицияның машинасын өртеп жатыр. Сол себепті қазір біздер әскерді кіргіземіз деп, сол себепті соны сылтау қылып, басамызбен құйтырқы әрекеттері болып қалып отыр. Сондықтан мен қазір осы Ақтау-Басоқтың бұйырысқа Амин Елеусінов деген Ақтаудың соңына алаңда митингті бастап тұрған менің әріптесім Союз жетекшісі ортада отырып кетті. Соңында Тұрғандармен билігі бұйдаған халықтың еңбек құқықтарын қорғау үшін 2,5 жылға түрмеге отырып берді. Өте көп апашек білемін. Дәл сол кісіні маған бұйырса мына жерде келіп анда барайық деген әңгімелерді қоя тұрыңдар. Енді оны да мен шаршадым айтып. Мына жерде бір
жұдырық болып жұмыла тұрсақ, иә, Да, баспен 95, шамалы, ал жаңағы 96. айтып қандай бар еді, ол мүмкіндікті провокаторда емес, ол мүмкін енді қызығушылық не болып жатыр. Атырауда халықтың бәрі біледі, Атырауда халықтың бәрі біледі, Исатай Махамбет алаңында жұрт жиналып тұрғанын біледі. Сондықтан келем деген адам келеді, ол адаспайды. Атырауда Исатай Махамбет алаңын таба алмау, ол деген мүмкін емес. Түсінесіңдер ол бәрінде. Ол мүмкін емес. Келем деген адам келеді. Сондықтан ешқайда барудың қажеті жоқ. Барып жинап келейік деген қазір олда да бос әңгіме. Келем деген адам келеді. Ертең таң атқанымен тағы да жиналады. Сенімдімін жиналатынын. Сондықтан ағайын Evet, kontrol 13% kod. Қолын қатып код бақылайды. Аяз. Намыстарын қайрап жіберіп. Ассалаумағалейкум жігіттер. Жаңа сырттан байқап тұрмын енді. Шағын медицинский маскамен желіп ішке кіріп жатқан. Араларында арандатушылықтар болуы мүмкін. Анда-мында бағанағы айтып отыр ғой. Личный әңгіме қозғалмасын. Мына жерде басшы қылып тек қана Максты тағайындадық па? Не айтады, соныкі заң болсын. Личный әңгіме керек емес жігіттер. Махамбеттікімін, 11-ші ол дейтін жер, Сұлтанбек дейтін бала болады. Жарайсың. Құрметті атыраулықтар, мына жерде жігіттің айтқаны дұрыс қой. Мың қосшыға бір басшы деген, осы жерде бір адамға бағынайық. Мына бір қасиетті мақалға жүгінетін болса, бір адамға бағынбаған адам емес, имамның артына имаған адам мұсылман емес деген не ғой, мына мешіттен айтып жатыр ғой. Сондықтан да бір адамға бағынайық, бірлікте болайық, арандатушылыққа түсіп қалмайық. Мына мен манада сөйледім, бірақ дей тұрғанмен осы жерде жаңадан бері шырылдап Макс ағамыз айтып жүр, тіпті дауыс қалып қалғанда сезіп отырсыздар ғой. Енді әр адам өз пікірін айтуға шақырып жатыр. Келіңіздер, айтыңыздар. Қандай мәселені көтеру керек, соны айтыңыздар, айтайық. Кішкене ғана бір көмектескеніміз болсын. Дауысын ашып шай беріңіздер. Мен енді ана жерде тұрдым. Мына жерге кеттім, үстіме сары киім киіп тұрдым. Ана жерде тұрғанда бір түрлі сатушыды ойлап, қоғыстырма да ойлап қалдым да. Мына наурыз қазақтың байлығын сатып жатқан адамдарға наразылық білдіріп шыққан адам бірімін. Сондықтан да қазақ елі жасасын, бірлігіміз жарасын. Мына енді жаңа жылдық асаламызды бір түн ұйықтамай шықтық қой. Солай ма? Бір түн емес, тағы да түнімізді атырайық осы жерге, таңымызды атырайық. Біз енді бұңғақ мүдірген қазақпыз. Қазақстан қандай мықты екен. Соғыстан зардап шеккен қазақпыз. 86-да зардап шеккен қазақ, 2011-де зардап шеккен қазақ. Сонда да әлі де қазақ жер бетінде қазақ болып қалды. Сондықтан да біз мүңтілген қазақ болғанымыз. Мына келген халықтың баршасына облыстан шығып жатқан кезде мен ойлаймын, Қазақстанның саны 19 миллион деген өте сияқты, одан да көп сияқты. Мына жердің өзіндегі көзге көрінген өзінде бір 3000 адам бар. Мына өткенде бір тамыздың бір жазып қойды ғой, әлі ауылда. Көрген боласыздар, мен Дастолдікімін. Халық санағы деп жазған, бірақ 1 тамыз бен 30 тамыз аралығында санақ жүргізіледі, әлі адам маңызды депті. Сонда мен былай айттым Фейсбукқа шығарып. Сонда 1 тамыз бен 30 тамыздың ішінде 30 күнге маңызды ма әр қазақ деп. Әр қазақтың саны біздің елімізге маңызды. Сондықтан да еліміздің саны көбейтейік деп науаз жазуды орнына бір айға маңызды деп жазып кеттім. О, ақымақ. Арболды деп тұлам. Сондықтан да біз көп болайық, шақырайық. Тікелей эфир қарап тұрсыздар. Сосын мына жаңа бір басында айтып өтті ғой, ұлға бөлінбейміз, ұлтқа бөлінбейміз. Әр ұлт осы ортаға шығып өзін қандай да бір пікірі болса жеткізуге өзінің тілімен айтуға мүмкіншілігі бар. Біз көп ұлтты мемлекетпіз. Сондықтан мына өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңадан бері түскі мезгілден бастап өзге ұлт дейміз, бірақ өзіміздің жерлесіміз. Мына жерде жаңа бір жігіт айтты, Әзірбайжанмын, қазағым бірақ жүректе, жүрегім қазақ деді. Қазақтың жерінде туып өссін деп айтып жатыр. Қазақтың жерін басып, ауасын жұтып,
суын ішіп қасиеті міне қазақ үшін келіп жүрген осындай жігіттерді алаламайық, қазақша сөйлей деп айтпайық. Өз адам қандай өзінің ойын пікірін білдіргісі келеді, айтсын. Бірақ дей тұрғанмен бөлінбейміз. Біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Қазақстанда ұмытпайық. Қазақстан жасасын! Ағамыз айтып отыр ғой, бізде бір өзім оралдықпын, осы атауда жүргенмен 20 жыл. 20 атада жұмыс жасаймын, дөңгелек жасаймын. Бірақ квартира алдап, осы 20 жылдан бері квартира алып тұрамыз. Бұл квартираның қуаты да осы митингке шығады. Атайлық барама осы болса, бүгін үйде жатыр әйел. Кейін шықты осы. Менің квартиріне қажет қуат. Маған ешқандай не жоқ. Қазақпен біргемін мен. Бәріміз бірге айт не болса. Ассалаумағалейкум ағайын. Спасибо. Алғым. Уалейкум ассалам. Мынау бүгінгі көтеріп жатқанымыз тек қана газдың саласы емес. Біздің өмірімізде қазір бәріміз уже продуктіде қымбат, квартирада қымбат, Уалейкум ассалам. таксиде қымбат, жерде қымбат, бәрі қымбат болды қазір заманда. Өзім Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының жігітімін. Мында тұрып жатқаныма 2 жыл болды қазір, ағайындар. Мына стройка саласында жұмыс жасағаныма. Бірақ менің түсінгенім күннің көкесі бар, сол мықты. Кім кімнің ақшасы бар, сол жұмыс жасайды. Сондай заман болды ғой қазір. Өтпік емес. Ағайындар, бір ауыздан бірігейік. Міне, қасқалдақ қанымыз осы жерде ауылда тасыса да, міне алдарыңызда тұрмыз. Кім келсе ол келсін. Бұл біздің Қызылорда болсын, Атырау болсын, Ақтау болсын, Алматы болсын, бәрі бір қазақтың жері. Ата-бабамызды қорғаған жері. Қасық қаны қағанша. Өлсек өліп қалайық осы жерде. Бәканса тұрайық, ағайындар. Міне, біздің 19 миллион халықпыз дейміз, көпұлтты халықпыз деп мақтанамыз. Бірақ 19 миллион емес, біздің Қазақстанның халқы 9 миллион ба, 8 миллион ба халық бар дейді негізі. Политика, оны біз қызық емес бізге ол политика. Жоғарғы қағандар біледі, әкімдер біледі, депутаттар біледі, министрлер біледі. Бірақ ол жерде 4,5 миллион таза қазақ жігіттері бар. Қалған 4,5 миллионы шалдар мен бала-шаға. Сонда біз кімбіз қазір? Біз өз жерімізді, өз отанымызды, өз елімізді біздің қолымызда. Атақты ағайын, басымызды көтерейік, болды. Біз Дакарда тұрайық, өлсек өлігіміз осы жерден шығып кетсін. Бір оқпақ кеп тиетінің маңдайымызға, болды, бір оқ кеп қадалсын. Болды ағайын, еңсемізді көтерейік, ағайын. Меніңге мысалға не істеп мұнда Атырауда, Қызылорда облысынан Атырауға не үшін қағып келдім? Жұмыс үшін қағып келдім мысалға қаңып келдім, бірақ жұмыс осындайда біз өмір, қазақтар өмір, жаңағы неде жұмыс жасаймызда, өмір қара жұмыс жасаймыз. Ана Қытайың бар, Өзбегің бар, бәрі бір үйі бар. Ақтөбе облысы шахтада істедім, 10 жыл. Жер асты қазба байлықтарын меңгеру мамандығын бітірдім. Бірақ өмір 36 менделиттің таблицасы бізде өндіріледі. Жер асты қазба байлықтар тек қана газ емес, мұнай, бензин, басқа хромы бар, басқасы бар. Қазақстанның жерінде өндіріледі, бірақ тек қана газ емес. Біз газ үшін не істемейміз. Бірақ ағайындар, біздің байлығымыз жетеді. Біз тек қана жердің бетіндегі әшейін
бидайдың несімен көтеріліп кететін адамбыз ғой негізі жалпы. Брат. Ассалаумағалейкум ағайын. Бақытты болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Мына әкім келсін, шешсін мәселені, халықты қинатпасын. Кім квартирант? Қазақ халқы квартирант. Сондай болып ағайын. Кім қаңғып жүр? Қазақ халқы қаңғып жүр. Ағайын, рахмет. Ассалаумағалейкум. Сойтып жылып келді. Енді мен тағы айтайын, кетіп бара жатқан адамға айналайын, кетпеш деп жалынбайын. Кетпеш аяғына жығылып, аяғына балағына ұстап жалынбайын. Айналайын, кетпеш деп кететін адам ол кетеді.